Португалия ұлттар лигасының жеңімпазы. Бірер сағат бұрын чемпиондық атағы үшін Португалия және Испания құрамалары кездесті. Финалдық матчты көпшілік тағатсыздана күткен еді. Сәйкесінше Мюнхен қаласында өткен кездесу аса тартысты болды және негізгі уақыт 2-2 есебімен аяқталды. Ал матч соңындағы пенальтилер сериясында Криштиану Роналду бастаған Португалия жігіттерінің жолы болды. Отандық спортқа қатысты қандай жаңалықтар бар? Оны әріптесім Аслан Қаженов айтып берсін. Аслан, қайырлы таң, сөз өзіңізде. Қайырлы таң. Қайырлы таң әріптестер, рахмет. Алдағы минуттарда жалғастырамын. Сағындық пен Сабыржан жеңілді, Абылайхан мен Ерасыл жеңді. Нидерландыда бокстан халықаралық турнир жалғасып жатыр. Жарыстың кезекті күні 7 боксшымыз шаршаланға шықты. Арларынан 70 келідегі Абылайхан Жүсіпов бельгиялық қарсыласын айқын басымдықпен жеңді. Артынша 80 келідегі Ерасыл Жақбеков даниялық, ал 85 келідегі Дәулет Төлемісов тағы бір бельгиялық боксшыдан басым түсті. Аса ауыр салмақтағы Нұрлан Сапарбай, Жонубей Идрис есімді бельгиялық бұлғар қолғап шеберімен жолығып, күрештер шешімімен жеңіске жетті. Ал 65 келідегі Ертуған Зинулинов әзірбайжандық қарсыласына есе жіберсе, 75 келідегі Сабыржан Аққалықов пен 90 келідегі Сағындық Тоғанбай сәйкесінше Украина және Өзбекстан боксшыларынан жеңілді. Сонымен жалпы айтар болсақ, жарыс жолындағы 10 боксшымыздың 5-еуі қалды, яғни Даниал Сәбит, Абылайхан Жүсіпов, Ерасыл Жақбеков, Дәулет Төлемісов және Нұрлан Сапарбай енді алтын жүлдені сарапқа салады. Нидерландыдағы турнир жігіттердің тәжірибе жинап, шеберлік шыңдауына жақсы мүмкіндік, өткен алда маңызды бәсекелер келе жатыр. Атап айтқанда, шілдеде Астанада әлем кубогы, ал қыркүйекте Ливерпульде әлем чемпионаты өтеді. Қоржынымызда 7 медаль, оның 3-еуі алтын. Оңтүстік Кореяның Чечхон қаласында спорттық гимнастикадан жасөспірімдер мен ересектер арасындағы Азия чемпионаты аяқталды. Нәтижесінде қазақстандық спортшылар 7 мәрте жеңіс тұғырына көтерілді. Әсіресе ересектер арасында Нариман Құрбанов ең үздік нәтиже тіркеді. Ол ат снарядындағы жаттығуда әлемдегі ең күрделі комбинацияны орындап, 14-933 ұпай жинады. Осылайша Нариман өзінің кәсіпқой мансабында 3-ші рет Азия чемпионы атанып отыр. Бұған қоса жасөспірімдер арасында Роман Хегай ат снарядында, ал Нұртаң Ыдырысов сырғыс дисциплинасында алтын жүлдеге қол созды. Күміс жүлдеге Милат Кареми мен Нұртаң Ыдырыс қол жеткізді, ал командалық көп сайыста қос қола жеңіп алдық. Яғни Қазақстан ересектер және жасөспірімдер құрамасы үздік үштікті түйіндеді. Енді бірер күннен кейін дәл осы Чечхон қаласында әйелдер арасындағы бәсекелер басталады. Это уже 3-я золотая медаль на чемпионате Азии для меня. Бұл алтын жүлденің орны бөлек. Жалпы Азия құрлығында топ жару оңай емес. Өйткені бәсекелестік өте жоғары. Жарыс барысында әлемдегі ең күрделі элементтердің бірін орындап, тәуекелге бардым. Соның арқасында жеңіске жеттім. Айта кету керек, бұл Париж олимпиадасынан кейінгі алғашқы ірі жарысым саналады. Македониядан ұтылсақ, жағдай қиындайды. Бүгін Астанада өтетін матчқа қатысты футбол мамандары осындай пікір білдіріп жатыр. Айта кетейік, 2026 жылғы әлем чемпионатына іріктеу кезеңі аясында елордада Қазақстан және Солтүстік Македония құрамалары кездеседі. Қазір қос елдің аяқ топшылары матч алдындағы жаттығуды пысықтап жатыр. Қазақстан құрамасы бұған дейін сырт алаңда Уэльстен жеңіліп, Лихтенштейнді жеңген болатын. Ал Солтүстік Македония құрамасы Лихтенштейнді жеңіп, Уэльс және Бельгия құрамаларымен тең түсті. Сәйкесінше қазір Қазақстан еншісінде 3, ал Македония еншісінде 5 ұпай бар. Сондықтан Әли Алиев баптайтын біздің жігіттер бүгін қалайда ұпай алып қалуы қажет. Әйтпесе турнир тізімдегі жағдай қиындайын деп тұр. Македониядан ұтылатын болсақ, енді шынымен де жағдайымыз қиын болады. Сондықтан бар күш-жігерді осы ойынға салу керек. Жігіттер салады деп ойлаймын, оны бапкерлік штабта түсініп отыр ойынның маңыздылығын. Өйткені кеше жолдас келісуде Беларусьтан ұтылғаннан кейін әрине өте көп сынды пікірлер айтылып жатыр. Бас бапкерді ауыстыру керек деген сияқты. Бірақ енді ресми ойындарға көбірек назар аудару керек та. Жолдас кездесулер ол жаңағы бапкердің белгілі бір тактикалық өзгерістер енгізуге өзінің жаңағы ойында көздеп отырған мақсаты бар, ойыншылары бар деген сияқты. Сондықтан ертең нағыз ел үшін жаңағы намысты бермей күресіп ойнайтын ойыншыларды шығарады деп үміттеніп отырмыз.
Спорттық жарыстарды тек ірі қалалар мен облыс орталықтарында ғана емес, ауылдарда өткізу қолға алынып келеді. Мәселен, Ақмола облысына қарасты Жантеке ауылында волейболдан аймақтық ашық турнир өтті. Оған іргелес жатқан елді мекендерден 8 команда қатысты. Ұлы жеңістің 80 жылдығына арналған турнир айналмалы жүйеде ұйымдастырылды. Мұндай форматтағы жарыстар салауатты өмір салтын қалыптастырып, бұқаралық спортты дамытуға көмектеседі. Бұған қоса тасада қалған таланттарды танылуына мүмкіндік береді дейді басы қасындағылар. Турнирде 8 команда қатысып жатыр. Турнир жақсы өтіп жатыр. Мақсаты жастарға спорт жағынан дамытып, бірлікке деп үйретіп жатқан көрсін, астанадан келген ойыншылар мен ауылдың ойыншыларын салыстырып, соған орай арналған турнир ғой. Турнир жақсы өтіп жатыр. Өз ретімен. Әріптестер, менде бар ақпараттар әзірге осындай. Сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға алғыс, Аслан. Спорт жаңалықтарымен Аслан Қаженов таныстырды.